Ағымдағы жыл басынан бері жергілікті полиция басқармасымен 462 әкімшілік фактілер анықталған. Ондағы 274 іс бойынша айыппұл салу туралы қаулы шығарылған. Бұл жөнінде апта сайынғы жедел кеңесте қала әкімімен жауапты жерлер алдында есебін жасаған Степногорск қаласының полиция басқармасы жергілікті полиция қызметінің бастығы Омарбек Карибжанов мәлімдеді. Нәтижесінде айыппұлдарды өндіру көрсеткіші 53,6% құраса, орташа облыстық пайыз 51,2-ге тең болған. В прошедшем 2019 году выявлено 9341 административных материалов. 2019 жылдың деректерін келтірер болсақ, өткен жылы 9341 әкімшілік материалдар анықталып, 5000-нан астам іс бойынша айыппұл салынған. Оларды өндіру көрсеткіші 61,2%-ды құрап отыр, деді Омарбек Карибжанов. Баяндамашының ақпаратын назарға алған қала әкімі Еркебұлан Баяхметов бұл бағыттағы жұмыстардың сапалы атқарылуына және айыппұлдарды өндіру шараларын үйлестіру қажеттігін атап өтті. Жиналыс жалғасында полиция қызметінің басшысы 2020 жылдан бастап Қазақстан Республикасының бірқатар нормативтік актілеріндегі қолданысқа енгізілген жаңа өзгерістерге сүйене отырып, енді мас күйінде темір тұлпарларын тізгіндеген жүргізушілер 7 жылға дейін жүргізуші куәлігінен айырылатындығын ескертті. До 7 лет у нас лишают прав управления, и также еще дополнительно введен. Жаңа өзгерістерге сай мас күйінде көлік жүргізген азамат 7 жылға дейін жүргізуші куәлігінен айырылуымен қоса 15 күнге дейін бас бостандығынан шектелуі мүмкін. Сондай-ақ жол көлік оқиғасына себепкер болған мас күйіндегі автожүргізуші 20 күнге дейін әкімшілік қамауға алынып, 7 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан шектеледі. Осылай деп мәлімдеген Омарбек Карибжанов, бір жыл ішінде мас күйінде көлік тізгіндеу фактілері бірнеше рет анықталса, 8 жылға дейін куәліктен және 20 күнге бас бостандығынан айырылатынын атап өтті. Сонымен қатар баяндамашы заң жүзінде кәмелетке толмағандар ісі, көші-қон полициясы және табиғатты қорғау саласындағы заң талаптарына енгізген толықтырулар мен өзгерістерге де кеңінен тоқталды. Қала әкімі жаңа заңнамалық өзгерістермен қатар тәртіп сақшыларына артылатын жауапкершіліктің деңгейі де жоғарылайтындығын айтты. Сондықтан бұл бағыттағы нақты алдын алу шараларының атқарылуы үлкен маңызға ие екендігін тілге тиек етті. Сіздерге деген жауапкершілік жоғарылайтын сөзсіз. Жаңа заң баптарын қолданумен қатар азаматтарға артылатын айыптар нақты фактілерге сай болу шарт. Мұндай өзгерістерден қарапайым халық зардап шекпеуі керек. Сонымен қатар жаңа өзгерістер бойынша ақпараттандыру жұмыстарын жандандыру қажет деп түйіндеді қала әкімі.